I'm gonna give it to you tonight, tonight, tonight. I'm gonna give it to you tonight, tonight. I'm gonna give it to you tonight, tonight. Birinchi blok suv datchiklar тобына o'tiramiz. Kelesi, tez o'tiringlar. Yoqda men to'pqa bo'layman. Qaysi qandaymiz? Osini bir-biriga ne isteydi ekanmiz, sa'ylashtirish ekanmiz. Birinchi to'pdan kim chiqadi? Birinchi to'pdan. Alfa kelaveradi. Nasibki odan bo'lib aksarni yozib sa'ylashtirish qanday bo'ladi? Alfa, ya, sa'ylashtirish. Akni ekan ayt. Birinchisi qanday ati? Aqlda raziyatda qo'ya qo'yib, durust bo'lsa, durust degan belgi chiqadi. Durust o'tiradi. Kelasi ikkinchi to'pdan kim chiqadi? Ikkinchi to'pdan Yernur kela qo'y. Albatta, uchinchi to'pda berasan shundan. To'plar bo'yicha Yernur qaysi deb o'ylaysiz? So'nggi qurilishlar durust ekan. Kelasi uchinchi to'pdan erkak bilan kela qo'y. O'zlariga жаңа kilt arqali бағалап o'tirasizlar. Qay yerga kelinglar, sol baliq qo'yib o'tirasizlar. Qo'zg'islar durust. Birinchi to'pdan Mirjan kela qo'y. Ati qalay yaqalayotganini aytding. Mirjan suv datchigi deb o'ylaysizlar. Ikkinchi suvda turma. Kelasi ikkinchi to'pdan Alixan Nuridin. Kim yok? İkinci top eğer bir koysun diye mi? Kayısı diye boyasın ayılan. Nasıl alacağız çiğneyi? Ne kadar geliyor? O yüzden üçüncü toptan. Yaşık bir var. Tam tekrar çıkıyor boyasın yaşık. Dörtler çıkıyor. Gelesi. Bir kere var. Toplumdan koyup sırada var mı? Kayısı da öyle Multisensörken kelesi. Kim çıksan yok. Yani adamların kömegisiz жасалатын технология болжауды жақсартады. Не болады алда болжайды. Соны айтады екен. Содан кейін энергия тиімділігі, энергия мен ресурстарды тұтынуды оңтайландырады екен. Одан кейін заттар интернеті келешек ұрпақта. Яғни келешек ұрпақ үйлесімді және тамаша өмір сүру ортасында қамтамасыз ету үшін смарт жүйелерді не істейді екенбіз, пайдаланады екенбіз. Түсінікті ғой бұл презентация? Енді бізге презентация жасау үшін 3 топқа бөліндік. Осы 3 топқа мен компьютерде орындайды деген 3 тапсырманы беремін. Кітаптарда 168-ші бетте орналасқан. Бірінші топқа ақылды үй болашақ технологиясы, екінші топқа Қазақстандағы ақылды үйдің даму тарихы, үшінші топқа әлемдегі ақылды үйдің даму тарихы. Мен жаңа қысқа презентацияны түсіндірдім, осындай оқу керек деген сияқты болды. Енді бұл жерде біз не істейді екенбіз? Мына жерде мен сендерге қазір дескриптор қаратамын дедім. Біріншісінде титул беті болу керек. Титул бетінде нелер болады, Азия? Не жазамыз титул бетіне? Тақырыпты тағы? Оқушының аты жөні, топтың аты жөні, одан кейін сыныбымызды жазамыз, көбінесе. Дұрыс. Кіріспеде не жазамыз? Тақырыпты ашатын қысқа нұсқа сөз жазады екенбіз. Ақылды үйдің пайда болу тарихы, түсінікті ол, ақылды үй датчиктеріне сипаттама беру. Енді осы жерде біз 3 топ, 3 түрлі датчиктерді алдық. Су датчигі, қозғалыс датчигі, өрт датчигі. Осыған байланысты қысқа нұсқа датчиктерге байланысты қысқа нұсқа анықтама бересіңдер. Келесі ақылды үй жүйесінің құрылымы. Қандай құрылымдар болады ақылды үйде, соны жазасыңдар. Одан кейін ең соңында қорытындылайсыңдар. Жаңа біз болашақта дедік қой. Енді сендер презентация жасаған кезде болашақта өз үйлерінде қандай ақылды құрылғыларды қолданасыңдар, немесе қандай ақылды датчиктерді қолданасыңдар, сол туралы жазып кетесіңдер. Енді презентация ішінде презентацияға біз сурет, мәтін, анимация қосу керекпіз. Одан бөлек автоайналым режимде көрсетілген. Яғни сендер оқылған кезде мияқта шығып қорғайсыңдар, қазір 3 топтан 3 топ башы.
сол қорғаған кезде айтып үлгеріп біткенше келесі презентация автоматты түрде не істелу керек, ашылу керек. Оны қоюды білеміз, алдыңғы сабақтарда өткенбіз. Жалпы бір топтан қорғау уақыты 3-5 минуттан не істейді, аспайды екен. Енді тек топ басшылар кеп қорғайды мына жақта, ал мен жеке компьютерде кім қалай жұмыс жасап жатыр, оны да бағалаймын. Себебі әрқайсыларына дескриптор таратылады, осы дескриптор бойынша балл қойылады. Қазір дескриптор айтары бар екен. Құрметті оқушылар, ақылды үй жобасын жасауға сәттілік тілеймін. Яғни ақылды үй жобасын жасауға сіздерге сәттілік тілеймін. Біздің тобымыздың аты су датчигі, бізге берілген тақырып бұл ақылды үй болашақ технологиясы. Орындаған 11-ші сынып оқушылары. Мазмұнына келетін болсақ, бірінші бізде ол кіріспе бөлім ақылды үй дегеніміз не? Негізгі бөлім ақылды үйдің функциясы және қорытынды ақылды үй болашақ көрсеткіші. Кіріспеге келетін болсақ, ақылды үй дегеніміз не? Ақылды үй дегеніміз ол кез келген адамның өмірін жеңілдетуге арналған автоматты әрекеттер және де сол үйде көп таралған мысалдардың бірі ол шамдардың автоматты жанып өшуі, автоматты жылыту және ауаны тазарту. Айта кететін болсақ, өте ұзақ. Ал бізге берілген тақырып бұл су датчигі. Су датчигі дегеніміз білетін болсаңыздар, 18 және 19 ғасырларда пайда болған, яғни бұл датчик барлық датчиктерден ақылды үйден бірінші болып пайда болған құрылғы болып есептеледі. Себебі бұрында егіншілікпен айналысқан уақыттың өзінде судың өзін осылай уақытымен және де мөлшермен беріп отырған. Және ақылды үйде бұның қолданатын нәрсесі гүлдерге су беру немесе киімдерді жуу, ыдыстарды жуу деген секілді міндеттерге суларды толығымен автоматты бөліп отырады. Одан кейін барып ақылды үйдің құрылғылары 3 түрден тұрады. Ол контролер, яғни бұл жоғарыда тұрған себебі ол барлығын басқарып отырады. Одан кейін сенсорлар арқылы біз ақылды үйдің өзіміз қашықтан басқара аламыз. Одан кейін актуаторлар, олар барлық нәрсеге өзінің уақытын, яғни мөлшерін беріп отырады. Қолайлы өмір сүруге құрастырылған үй болып табылады. Ақылды үй дегеніміз жалпы ақылды үй адамның қалауына, тәулік уақытына, оның үйдегі жағдайына, ауа райына сәйкес барлық жүйелердің жұмысын өзі баптайды. Ақылды үй ғимаратта болып жатқан нақты жағдайларды түсінуге қабілетті және алдын ала әзірленген алгоритм бойынша оларға жауап береді. Бұл ретте адам бір командамен қалаған жағдайды көрсетіп, автоматика, сыртқы және ішкі шарттарға сәйкес барлық инженерлік жүйелерді қамтамасыз етеді. Оның пайда болу тарихына келетін болсақ, оны Спира деген екі жұп құраған болатын, оларды ету үшін керек деп ойлады. Содан кейін аспаптарды бір кабель арқылы басқарып, ақпарат беру идеясы осыдан пайда болған болатын. Ақылды үйдің ақылды үйдің басқарылуы кез келген ақылды жүйенің ең бастысы құраушысы бұл контролер. Контролер ақпарат алады және ақылды үйді басқарады. Контролердің негізгі қызметі мониторинг, яғни еліміздегі ауа температурасы мен ылғалдылығы, өсімдіктерді және топырақтың ылғалдылығын, өрт, су тасқыны немесе пропан газының ауаға таралуын алдын алып отырады. Өрт датчигі бұл топтың сенсорлары, бұл арналы біріктірілген құрылғылар. Бұл өрт немесе түтін басталған кезде оның алдын алып ескерту сигналы кез келген құрылғыға бұйрық болып келеді. Құрылымына келетін болсақ, біріншісіне басқару хабы, ал екіншісіне бүкіл жүйенің жұмысына жауап беретін датчиктер кіреді. Ал хаб дегеніміз бұл бүкіл ақылды үйдің басқару орталығы, оны розетка арқылы Wi-Fi қосу арқылы сенсорларды басқарып байланыстырып отырамыз. Қазақстандағы ақылды үй, Қазақстанның түрлі қалаларында ақылды инновация жүйесі дамуымен әзірше көп емес, алайда 2-3 компаниялар бар, олар қазіргі ақылды үйді жаймен бастап және де жаңадан жарық құрал жабдықтарын жеткізіп, сатып, шағын компаниялар дамып келуде. Қорытындыға келетін болсақ, ақылды үй иелеріне интернет қосылымы арқылы, смартфон немесе планшет арқылы құрылғыларды басқарып, қашықтықтан басқаруға жауап береді. Яғни бұл қолайлы және қауіпсіз өмір сүрудің Шымкент қаласындағы ақылды үйге барып көріп қайтқан еді. Сізге видеосын Бастап қояйық тақырыбымызды. Осы жасанды интеллекттің сөзімен қайтадан аяқтай салып кетті.
офисін құрған ол Билл Гейтс екен. Жалпы сендер биыл бітіруші түлексіңдер. Жалпы әркім өзінің болашақта университетке түседі, әркім өз шаңырағын құрады деп үміттенемін. Сол шаңырақтарында тек ақылды нәрселер өте көп болсын. Сабаққа қатысқандарына көп рахмет.